6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Әйгілі Абу Бишр Матта Әбу Насырды әлемнің ғылыми орталығы болған даналық үйіне алып келді. Сол жердің ғибратты кітаптарымен таныстырып жатқан сәтте, кенет Абу Бишр Маттаны патша жиынға шақыртқаны туралы хабар жетті. Ғалым ақсақал жиынға жалғыз бармай, жанына Әбу Насырды да ертіп кетті. Сөйтіп олар патшаның зәулім сарайына келді. Аталмыш жиында патша әркім өзіне лайықты орынға жайғассын деген соң, Әбу Насыр төрден орын тепті. Әбу Насырдың бұл өрескел әрекетін өзге ғалымдар да, Бағдат билеушісі де жақтырмай, оны сынға алмақ болды. Әбу Насыр сыннан сүрінбей өтіп, білімі мен ілімінің жетік екенін дәлелдеген бойда, Бағдат патшасы Әбу Насырға таңырқай қарап, оның ерекше ой мен сана иесі екеніне көзі жетті. Ал бұған өзге Бағдатты ғалымдардың бәрі таңырқай қарады. Бұл не, Абу Насыр? Тағы немен таң қалдырасың? Ұстаз, мен бір қызық дүние таптым. Қараңыз. Түсіне алар емеспін. Абу Насыр, мен жай философ емеспін бе? Мына есебіңді түсіну маған қиын соғады. Ұстаз, мен есеп арқылы әуеннің үйлесімділігі мен ырғағын зерттеп шықтым. Қараңыз. Мына сызықтар әуенге бағынса, мына аспаптар сызықтарға бағынса, ғажап әуен туады. Есеп бәрінде шешіп тұр. Сонда сен музыканы есеп арқылы? Иә, ұстаз, мына сызықтар есепке бағынады. Қараңыз. Мынауың ғажап қой. Көп сөзді қой. Аспаптарыңды жина. Кеттік даналық үйіне. Сендер бұны физиканың заңдылығы дейсіңдер. Мен айтып тұрмын, бұл геометрияның заңдылығы. Сендер білмейсіңдер, мен білем бұны. Қалай ол? Жоқ, бұл геометрияның заңдылығы. Оу, құрметті Бағдаттың ғұламалары. Бір ауыз сөзге мұрша беріңдер. Болмаса биологияның да заңдылығы деп айтсақ та болады. Құрметті ғалымдар. Сендер бұны физиканың заңдылығы деп тұрсыңдар. Ал мен геометрияныкі деймін. Қалай?
өздеріңіз білетін бір әуенді ойнаңыздаршы, өтініш. Кез келген ба? Иә, кез келген. Әй, Әбу Насыр, өз әуенімізді өзіміз естімей қалдық қой. Не танытпақсың? Айтсаңшы. Енді әрқайсыңыз мен көрсеткен тетіктерді ғана басып, ойнаңыздар. Құрметті ғалымдар, бұл үйлесімділік. Сіздер өздеріңіз білген әуенді ойнаған кезде, бөлме іші даңғырлап, ешқандай әуен естілмей қалды. Ал барлықтарыңыз біріккен кезде әсем әуен туды. Байқадыңыздар ма? Мынауың жаңалық қой, Әбу Насыр. Иә, құрметті ғалымдар, мұның аты үйлесімділік.